Қонақ. Біздің өте үлкен болды. Үй 2 қабатты, кең. Сондықтан үйге қонақ көп келеді. Біздің үйге емхана жақын. Жаздың шуақты күні, кешке біреу есікті қақты. Әкем екеуміз далаға бірге шықтық. Бір адам тұр. Қолы жара, бетінде жара басқан. Түрі анық көрінбеді. Мен қорықтым. Ол күлімсіреді. Кешіріңіз, емханаға емделуге келдім. Дәрігерді ұзақ күттім. Автобустан кешіктім. Енді ертең таңертең жүреді. Бүгін осы үйде қонуға бола ма? Жақын жерде басқа үй жоқ. Рұқсат бересіз бе? Деді. Даусы аянышты естілді. Әкем, үйге кіріңіз, қиын кезде көмектесу керек. Әкем қонақты үйге кіргізді. Анам кешкі ас дайындады. Мен қонақты дастарханға шақырдым. Бірге тамақтандық. Тамақтан кейін қонақ өзі туралы әңгіме айтты. Ол балықшы екен. Оның бір баласы бар. Бізге суретін көрсетті. Баласы өте сүйкімді. Баласы да балық аулауды ұнатады. Ол әкесіне көмектеседі екен. Дала қараңғы болды. Біз ұйықтауға дайындалдық. Балықшы қызық ертегілер айтты. Маған балықшының ертегілері қатты ұнады. Ертесі күні таңғы асты қонақпен бірге іштік. Балықшы кетер кезде, көп рахмет, бұл жақсылықты ұмытпаймын, емханаға тағы келемін, сау болыңыздар, деді. Әкем, сізге де рахмет, сізді күтеміз, ауырмаңыз, сау болыңыз, деді. Бір ай өтті, балықшы үйге тағы келді. Бізге сыйлық әкелді, ол үлкен балық. Біз қуандық. Себебі біздің ауылда балық сатпайды. Балықшының қолы таза, жарасы кетті. Осылайша балықшы бізге жиі келді. Әкем мен балықшы жақсы дос болды. Ол бізге поштамен жеміс, балық жіберді. Бір күні балықшы тағы емханаға келді. Оны көрші бала көрді. Ол, мынадай қорқынышты адамды үйге қалай кіргізесің? Мен, оның жүрегі жұмсақ, жақсы адам. Ол емделіп жүр, жараның бәрі кетеді. Сол кезде ол ең әдемі, ең жақсы адам болады, дедім. Балықшы біздің үйге келген сайын мен қатты қуанамын. Себебі ол маған өз атам секілді жақын болып кетті.